Жалпы уақыт мезгіл өткен сайын қолынан іс келетін сол саланың ең өзекті жүгін көтерген корифейлер азайып бара жатыр. Мұның бәрі әрине өмір заңы, табиғат заңы, тағдыр, оған ешкімнің дауы болмаса керек. Дегенмен осы аз ғана қалған қазіргі көз көрген көнегөз қарияларды, үлкен аға буын артистерді, режиссерлерді қадірлесек деген пікірім бар. Өйткені тақыр жерден театр тұрғызған, түк жоқ жерден кино жасаған солар. Қай музаның болмасын негізін салған кісілерге аса бір ұқыптылықпен, ыждахаттылықпен, тарихи көзқараспен зер салу керек сияқты. Сондай бір еске алатын өнерін, өмірін, жасап кеткен шеберлігін, талдағын кеп тұратын, білгін кеп тұратын, содан үйренгін кеп тұратын тұлғалар бар. Ол мынау Қосыбаевтар әулеті. Мен әулеттер едім, неге десеңіз, Мұрат Қосыбаев деген режиссерді атамай біз театр әлемі туралы сөз қозғай алмаймыз. Ол алғашқы дипломды театр режиссерлерінің бірі. Сонау Асқар Тоқпановтан кейінгі Әзірбайжан Мәмбетовпен қатарлас шыққан, қалтасына диплом салған, Ташкентнің Островский атындағы театр өнері институтының түлегі болып, Қазақстанның театр өнерінің дамуына, ілгерілеуіне көп күш салған Мұрат Қосыбаевтың біз көзін көре алмадық. Тағы да айтам, тағдырдың ісі бұралаң, кедір, бұдыр, ойлы, қырлы, белді, белесті, сондай бір ойқы-шойқы жолдарда өзінің өнерін тасыда қалдырып алған бір өкінішті кеткен азамат. Бұл менің қиялыма оралып тұрады. Тамара Қосыбаева 1950 жылы Ташкенттегі Островский атындағы театр көркемсурет институтының актерлік факультетіне түседі. Сол жылы сонда қазақ бөлімі ашылады. Сол кездегі институттың өміріне теп-тегіс қазақтың жігіттері араласты. Тамара Қосыбаеваның күйеуі Мұрат Қосыбаев оқу біткенше сол институттың комсомол комитетінің секретары болды. Мен профсоюздың жетекшілік еттім студенттерге. Кеше ғана қайтыс болған Бәйтен Омаров студенттер кеңесінің төрағасы болды. Қазақтың өңшең бетке шығар жастарының барлығы сол институттың қоғамдық жұмыстарын басқарған. Мұрат Қосыбаев Абайдың әндерін айтқанда жұрттың бәрі аң-таң қалып отырады. Ол әнді жай оларға орысшылап айтқанда любитель емес, шын мағынасында мағынасына келтіріп, мәнін сатына келтіріп айтатын тұғын. Сол оқып жүрген кезінің өзінде ол шамалы жасқанып, комсомол комитетінің хатшысы болғаннан кейін сахнаға шыққанды жақсы көрмейді. Дегенмен де ол анда-санда болса да бір айтып қоятын тұғын. Соны естіп кеткен, енді ол кезде жалғыз ғана Орта Азиядағы театр көркемсурет институты болғаннан кейін Ташкент дегеннің өзі Қазақстанның жеріне кіріп тұрған жер, қазақтың жігіттері, жастары көп оқиды. Барлығы солағы біздің институтқа келіп тұратын. Ал енді Мұраттың тағы бір ерекшелігі бұл оқудың өзінде жүргенде де мықты оқыды. 1953 жылдар мына Станиславскийдің системасы дейді, жүйесі. Осыны жұрттың барлығы технически жағына ғана түсінеді. Бұл шын мағынасында 53 жылдар, 50 жылдардың ортасынан бастап үлкен кәдімгі айтысқа айналған. Бұл туралы Ташкентте енді біреу Мәскеуде болса, екінші шығыста Ташкентте ылғи бас қосып өнер шеберлері соны талқылап әңгіме қылып отыратын. Міне соларға осы Мұраттардың, кешегі Омар Бәйтендердің мен қатысқанын көрдім, өзім құлағыммен естідім. Мұраттың бір басы маған ылғи компьютер сияқты болып көрінеді Қосыбаевтың. Ол өмір бір нәрсені естіді ме, ұмытпайды. Басы қатты жұмыс істейді. Мұраттың режиссурадағы тағы бір ерекшелігі бұл түсіндіруге, айтуға еш уақытта жалықпайды. Еш уақытта
кісіге дауысын көтермейді, айқайлауды білмейді. Отырады да репетицияда жүріп жатады. Мен талай репетицияға келіп отырдым, түзде істедім, мен сонда әдебиет бөлімінің меңгерушісі болдым. Сенің мына жерің шықпай жатыр, сен осыны пысықта, тапсырманы беріп жібереді. Ертеңгі репетиция басталған кезде кешегі тапсырманы ол ұмытпайды, қайтадан бастайды, қайтадан не қылады. Бұның кереметтігі сонда, күні бүгінге дейін енді 1 жарым қалған актерлар Мұрат Қосыбаевты ылғи еске алып отырады. Неге? Ол тек қана жоғарғы білімді маман емес, керемет азамат, қарапайым. Ол тектінің тұқымы, тектілігі бар. Сонан кейінгі ең бір керемет мәдениет. Мен әлі күнге дейін бұндай мәдениетті көрген жоқпын. Менімше сол түзде Мұрат Қосыбаев кеткеннен кейін сахналық мәдениет сонымен бірге кетіп қалған сияқты болады. Ол театрдың тарихынан өзінің орнын алды, алады да. Қазір енді біздің Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет өнер университетінде өнер тарихы жазылып жатыр. Соған Мұрат Қосыбаевтың режиссурасы өз алдына бір бөлек тарауша болып енеді. Неге десеңіз, режиссер көп та, бізде қазір режиссура сезілмейді. Мұрат Қосыбаев бір мен үшін қызық әлем болып та тұрады. Көрмегеніме өкінем. Бірақ оның Қарағанды облыстық Сәкен Сейфуллин атындағы драма театрында бас режиссер болып тұрғандағы ұйымдастырушылық іс-әрекеттері, өнерді, қойған спектакльдері, мәселен онда өзінің жары Тамара Қосыбаевадан бастап, біздің заманымыздың, мен айтар едім, классик актері, 47 жасында аққан жұлдыздай ортамыздан өте шыққан Әнуар Молдабековпен жұмыс істесуі. Басқа да біздің көптеген актриса, актерлеріміз ол кісіменен табақтас, дәмдес болған, өз алдына творчествоның керемет берекелі бастауынан сусындаған кісілер баршылық. Әлгі бір сөз бар ғой, екі жақсы қосылмайды деген. Ізгі жақсылар қалай қосылған? Көп қой біздің қазақ өнерінде. Жүсіпбек Елебеков пен Қабибе Елебекова қалай қосылған? Байғали Досымжанов пен Қадиша Бөкеева қалай қосылған? Ыдырыс Ноғайбаев пен Фарида Шәріпова қалай қосылған? Мөлік Сүртібаев пен Әйке Мұсабекова қалай қосылған? Сол сияқты Мұрат Қосыбаев пен Тамара Қосыбаева қалай қосылған? Егер екі жақсы қосылмау керек болса. Жоқ, екі жақсы қосылған және бақытты ғұмыр кешкен. Әрине өнерде оңай ештеңе жоқ. Оның қиыр-шиырлы әлем тапырық жолдарында олар қалт-құлт сапар шекті. Жол жүрді. Өнер жолы қиын, қиял шатқалы, қия шатқалы, жартасы, үңгірі, тау тасы, өзен көлі қашанда кедергі болған. Бірақ сол кедергілерде бірі жығылып, бірі жығылмай, бірін-бірі жетектеп, біріне бірі қол созып, арманмен, өкінішпен, іренішпен, қуанышпен өткендер үшін де өнер жолы бақытты жол деп есептейміз. Сондай бақытты жолдан өткендер Мұрат пен Тамара деп айтуға негіз бар. Сондай тағдырдың жанашыры болып, қасында жүріп, жары болып, серігі болып қызмет еткен Тамара апамыз Қосыбаеваның да өмірі өнеге аларлық, үлгі аларлық, кейінгі іні-сіңлілеріне бір белгі боларлық ғажап өмір жолдары деп есептеймін.
Бүгін 80-ге келіп отырған Тамара Қосыбаева кезінде жастар театрының және Қарағанды театрының жетекші актрисасы болды. Екі театрдың екеуінде де басты рөлдерді ойнап, өзінің сахналық шеберлігін танытқан актриса. Тамараның алғашқы білім алған жері Алматыдағы актерлер мектебі. Сол актерлер мектебінен әйгілі режиссер Асқар Тоқпановтың басқаруымен білім алып шықты. Ол кезде бір топ қазақтың атақты актерлары соны бітіріп шыққан. Басты Нұрмұхан Жантөрин, Қабдеш Сүлейменов, Бәйтен Омаров, Мұрат Қосыбаев, тағы басқа кісілердің барлығы соны бітіріп шыққан. Біз Тамарамен киноактерлар дайындайтын орында мектеп деп аталатын бірге оқыдық. Бірақ ол жоғарғы курста, мен жаңадан келгенім. Біздің арамыз енді 2 жас. Сонда Тамараны ең алғаш көрген кезім есімнен кетпейді. Сол киноактерлар үйінен былай қарай 1-2 кісі шықты. Біреу жас жігіт, біреу жас қыз. Ол Мұрат пен Тамара еді. Тамараның шашы дегенің жерді сыпырып бара жатты. Ой, сымдығай, сондай таңғалдым. Киноактриса болу үшін осылардай болу керек шығар. Ол шын мәнінде сахнамен экранға жарылған адам. Оның бойы, сыртқы сымбаттылығы, қазір енді былай жасы келіп қалды ғой, жас кезінде көрсең, ол шын мағынасында еркек күткеннің барлығы соған кәдімгідей қызығатын. Оның шашы тобығына түсіп жүретін, мен әлі күнге дейін ұмытпаймын. Өз тұстастары, Қазақстанның халық артистері Байділда Қалтаев, Сәлима Саттарова, Әмина Өмірзақовалармен бірге қызметтес болған сахна саңлақтарының біріне айналған өнер иесі. Тамараның кино өнерінде мынау радио теледидар комитеттерінің алтын қорында жазылған тамаша дүниелері әлі күнге дейін сақталуда. Көрермендер осы күнге дейін көріп келе жатыр. Тамара шын мәнінде театрымыздың сәні болған, талғай қыз келіншектердің, балалардың бейнесін жасаған актриса. Интеллектуалдық тұрғыда, интеллигенттік дәрежеде, өнерпаздық деңгейде, шеберлік ұштауда, театр өнерінің кемін толтырып жоғын іздеуде, осы театр музысының отына да күйген, суына да тұншыққан Тамара Қосыбаева. Бұл кісі өзі сондай биязы, бұлай әлігі салы бұрып көзге көріне кететін бір әпкелеріміздің нұсқасынан емес. Сол кейінгі екінші кезекке сырылын қарап тұрып, өзгелерге жол бергісі кеп тұратын, сондай бір биязы, сынық, тіпті қайсы бір көзге ұяңдауда бұйығы көрінетін бір ғажап кісі ұқсап тұрады. Өзі тартымды, шағын ғана денелі, келіншек кезінде сөз жоқ, реңді, ажарлы болғаны көрініп тұр. Жүздан көріп тұрам. Ой, кішкентай балаларды қандай керемет ойнайтын. Соншалықты керемет ойнайтын. Сондай керемет, дауысы қандай, дауысы сондайлық нәзік, нағыз құрттай баланың даусындай әдемі болатын. Мынау жастар мен балалар театрында Тамара апаймен мен 20 жылдай бірге қызметтес болдым. О кісіні алғаш көргенде мен о кісіні атын есіме сақтамай ылғи сұлу актриса деп айтатын тұғым, Тамара апаны. Сахнада талай бірге қыздарды бірге ойнадық. Сол кезде 1-2 мүшелде бізден үлкен. Соның өзінде бұл кісі байқалмайтын. Дипломдағы Қозы Көрпеш Баян Сұлудағы Баян Сұлуда көріңіз. Нағыз Баян Сұлудың өзі болып шыға келді. Александр Олпс Гинзбургпен бірге жұмыс істеп, күндіз-түні дайындалып, спектакльді сол Ташкентте көрсетті. Енді оның кереметтігі соншама, онда өңшең мықты қазақтың жас актерлары жұмыс істеді. Қозы болып Қабдеш Сүлейменов, Қодар болып Нұрмұхан Жантөрин ойнады. Бұл енді бір таптырмайтын кәдімгі бір тамаша бір актерлер болды. Спектакль өте жоғары шықты. Бүкіл Ташкенттің жастары, бүкіл Ташкенттің студенттері
Ташкенттегі жаңағы институттың оқу залын тіпті сыймай кетті. Бір емес бірнеше рет көрсетілді. Ақырында екінші бір дипломный спектаклі бар еді. Джон Солдат мира деген. Оны академиялық драма театры, Өзбектің академиялық драма театрында көрсетті. Сөйтіп, екі спектакльдің екеуі де осы Тамара Қосыбаева, Жантурин, Ғабдөслейменовтер қатысқан спектакльдер аса жоғары бағаланып, барлық сондағы Қарақалпақ группасы, Өзбек группасы, Қырғыз группасы, Тәжік группасы барлығы келіп кәдімгідей таңғалып отыратын. Міне сөйтіп оқуды бітірген Тамара жастар театрына келіп жұмысқа орналасады. Бір жылдан кейін артынан Мұрат бітіреді, екеуі де келіп осында жұмысқа орналасады. Мұрат бірталай спектакльдер қойды. Соның барлығына да Тамара қатысып жүрді. Соның көп ұзамай бұларды Қарағандыға жіберді. Қарағанды енді біздің драма театрлардың ішіндегі академиялық драма театрынан кейінгі үлкен театр. Қарағандыға барып, Мұрат сонда бірталай спектакль қойды. Соның ішіндегі ең мықтыларының біреуі Гогольдің үйленуі. Гогольдің үйленуі. Мұның кереметтігі сол өсі кезде де, сол кезде де, егер Гогольді қойса, Островскийді қойса, кинода қалай қойылды екен. Сол киноға еліктейтін бартығын. Еліктеушілік тамы. Ал Мұрат қойған үйленуде ешқандай еліктеушілік жоқ. Бұл Гогольді өзінше жаңаша түсінді. Әрбір орындаушы Гогольдің кейіпкердің ішіне енді. Соның мән мағынасын түсінді. Соның күлкісінің ерекшелігін таныды. Міне сондағы Агафья Тихоновнаны Тамара Қосыбаева ойнайды. Бұл енді бір керемет нәрсе. Өзіңнен өзің отырып жаңағы күлесің. Пьесаның сюжеті бойынша әуелі біреуі келеді ғой. Алғашында Агафья Тихоновна онша мән бермей қарайды. Әңгіме енді күйеуге шығу жағы болғаннан кейін, айттыру жағы болғаннан кейін, бұның құлағы елеңе тақалады да, бұның бет әлпеті өзгере бастайды. Мұнда бір қызғаныш туа бастайды. Басқа біреуге оны жібергісі келмейді. Қайткенде де соның етегінен ұстау керек. Қайткенде де соған енді жанмасу керек. Сөзі қандай? Ол сөз деген бұлай бір қалыппен жүрмейді. Бірде көтеріліп, бірде төмен түсіп, бірде жай шығып, бірде қатты шығып. Неге? Мұның барлығы мазмұнға, әрекеттің қайына, актердің алдына қойылған мақсатқа қарай бәрі керемет өзгеріп отырады. Мұны Тамараның осындай керемет актерлік шеберліктері бар. Сол сияқты ол сондағы комедиялардың біразында ойнады. Сол комедияларда енді бұл қазақша өскен кісі, бұның ата-енесінде мен жақсы білем. Атасы министрлер советінде жауапты қызметте болған, бір жағынан әдебиетші болған адам. Горькийдің, Королевтің әңгімелерін қазақшаға аударған. Енесі де бір келбетті кісілер болған. Міне бұл қазақша үйде екі тілге бірдей. Тамараның ерекшелігі бұл Европаның мәдениетінде, сонан кейін ұлттық мәдениетімізде де жақсы болды. Тамара апай пенсия жасына келгеннен кейін ол кісі бірден театрдан кетуге тура келді. Сол кезде біздер жас болдық па, болмаса актер ретінде, азамат ретінде қалыптаспадық па, сол кісіні қорғай алмағанымызға мен осы күнге дейін көңілімде бір қыжыл, бір өзіме деген соншалықты әлсіздігіме, өзімнің соншалықты жігерсіз болғаныма кейде өзім қатты өкінемін. Тамара апамдар жастар мен балалар театрының тарихы, кейінгі жастар сол кісіден үйренеді. Сол кісі жүре бергенде әрине талай аналардың бейнесін ойнар еді.
өмір бақи мен өзі киноға түспеген адаммын. Осы жасқа келгенше киноға түспеппін. Ал енді осы кинода жүрген актрисаларға мен соншалықты бір үлкен бір сондай бір махаббатпен қараймын да, сол кісілер қандай арманы жоға осы кісілердің деп. Шында да Тамара кинодан көп түсті, көп аналарды ойнайды, бақытты ана деп есептеймін. Бұл кісі үлкен өнер қазынасының құлпысының кілті қолындағы адам. Өйткені өте бір үлкен адамдармен дәмдес болған. Анау Құрманбек Жандарбеков, Қанабек Байсейітов, Күләш апамызды, Байділді Қалтаев, Саттаров апамызды, енді мұндағы мәкіл Алтынбектермен бірге істеген адам, Аққағаз Мәмбетов апамыз. Енді бұл кісілердің бәрі жаңағы өнердің қазыналары еді ғой. Балалық шаққа саяхат деген фильмге түсіп, мен басты рөлдемін. Сонда анау Мәкіл ағаның келіншегін осы Тәмкең ойнады. Кем келді күлім деп, аймалайды күнім деп, колхоз болды көңіл шат, еңбек қызды дүріл деп. Кедей қолға туалды да қуанды, жер бетінен жоямыз, баймен құлақ жуанды. Біз леншіл баламыз, шаттық әнге саламыз, жігіт болып ер жетіп, қызыл әскер боламыз. Деп бір тентек жазыпты. Ол анау қара тәпіш. Ата бабамызда мұндай өнер жоқ еді, қайдан жұғып жүр екен, е? Менің құлыным шаранасымен түскен. Мол жылы туған. Қайда барасың? Далаға шығам. Ай, құлыным ай, құйрығың жер ескемейтін болды ау сенің. Безектемей жатсайш. Сен не бітіріп отырсың? Жұмысыңа бармаушы мен. Ой, бағанадан бері белдігімізді таба алмай жүргем жоқ па? Мына шайымызды ішіп алайық та барамыз ғой. Құрсуды сораптап сонша не көрінді? Сүр жетпедің байқұс. Ай, талқа жесем өстіп, шөлдей берем әкең. Ай, жазған ай. Ыдырыс-ау, бригадырың келе жатыр. О, пәлесі қайдан жүр тағы? Не дейсің, ай? Қайда? Қане? Мә. Ай, осы сен мен алдамасаң үшін кебемей, жерма тиіп. Ай, жазған ай. Содан жақын таныстық. Жақын танысып, әпкелі інілі болып, солай жүрдік. Сол Долана деген фильмде жаңағы Тәмкеңменен екеміздің жас кезіміздегі махаббаты бар адамдарды ойнадық. Вот ведь как получается. Живем почти что рядом и ни разу не встретились. Да я мало где была. Прибаливать стало. Давление, возраст. А какая ты на фронте была, каких батыров с поля боя выносила. Сколько же мы с тобой раз встречались? Подержи-ка. Так, значит, в 42-м медсанбате.
А в 44-м ты мне тогда платочек свой вышитый преподнесла. Я еще о нем песню написал. Ну и в День Победы, вот и все наши встречи. Немного. Я сюда приехала к старшей дочери. Я-то живу у младшей в городе. Да вот по внукам соскучилась и приехала. А может быть, ты заглянешь к нам, Байхон? На внуков моих поглядишь. Недалеко здесь. Ойнаған рөлдерінің барлығы кәдімгі шын мағынасында өзінің көркемдік дәрежесіне жеткен дүниелер. Тамараның бір ерекшелігі рөлді ойнап жүріп, ол жай қарапайым ғана қарай салмайды. Жауапкершілікті қатты сезінеді. Ол сөзді ғана жаттап қоймайды, әр сөздің астарын қалай айту керек, қалай жатқызу керек, соның бәрін ойластырып отыр. Екінші жағынан ол ылғи режиссердің идеясына, режиссердің алдына қойған мақсатына қарай, соған қарай бағыттайды. Ұйықтады ма? Жазылайын деді, білем, ұйықтады. Ана бала ұйықтады ма? Жазылайын деді, білем, ұйықтады. Өзің түнде бірдеме естідің бе? Не бопты? Біреу терезенің алдында бұқпаңдайды. Сен байқа. Ай, қой шары. Үнің өшкір. Ай, бізге жетпеген осы төбет етті. Жаңа ғана ұйықтаған баланы абалап, тағы да оятып жібергенін қараш. О, құлыным, сыл құлыным. Жата қой. Агранам. Бармайды сенің аграномың, Асия, білдің бе? Бармайды. Ой, ой. Әй, осы, бұл үйдің қожасы кім, бә? Кім деймізді қарайды? Ақырын балаларды оятасың. Оятам! Өзіне тапсырылған рөлдерді жарқ еткізіп шығаруға шебер адам. Сосын қазақ киносының жүгін кәдімгідей көтеріскен жан. Адал еңбегімен, кеудесін соқпай, айғай сүрен салмай, жайлап өзінің өнердегі міндетін өзінің дәрежесінде атқарған адам. Заберите назад. Свою собаку кормить нечем, а тут еще ваш щенок. Наша собака тоже ощенилась. Говорила тебе, не связывайся с собакой. Лучше дома сиди, уроки делай. Идем. Зачем столько шуметь? Вы же не свататься пришли. Ай, Азамат, зря мы радовались. Никому эти щенки не нужны. Что теперь делать будем? Вон дед стоит, брови насупил. Идем. Посмотрите на них, сидят, будто жеребенка моему сыну подарили. Это ваш щенок? Он нам не нужен. Что вы подсунули моему ребенку? Что? Зачем вы ему подсунули, а? Успокойся, Шрагом, успокойся. Он хорошей породы. Что? Себе оставьте хорошую породу. Почему такую хорошую породу себе не оставляете? А? Отдай. Собачий характер не показывай. Я ничего не показываю. Пойдем. Мама, я хочу щенка. Шевели ногами. Внучек, что теперь будем делать? Здравствуйте, Дригапа. Ой, какие вы сегодня красивые. А, это ты с октябрятами заниматься ты успеваешь, а помочь бабушке нет. Ну ладно, пойду я. Покажи ей, как ты одна окапывала яблони. Оставь, Дригапа. Еще наработаешь. Папа предлагал бабушке жить с нами. А дом рассыпается. Понимаю. Сын книги пишет, людей воспитывает, как надо жить. Молодцы какие. Вот и видишь,
какие они у меня, а ты говоришь. Да, говорила, что хорошие они у тебя. Здравствуйте. О кісі съемканың алдында тым тырыс бола қалады. Не істеп отыр деп кейде мен қараймын, бұл сөзін жаттап отырмын. Жоқ, ақасы о кісі сөзін бұрыннан жаттап алған, сол дайындалып отырады. Енді бұл кісінің жаңағы қаршыға бір нәрсеге түседі ғой, үйрекке түсетін қаршыға болады. Мен енді аңшы адамдар болса біледі оны. Сол қаршыға сияқты болатын бұл кісі. Ақырын отырып, жаңағы ойнаған кезде дәк төбесіне түседі. Тыпыр еткізбейді жаңағы өзінің ойнаған кейіпкерін. Дәл төбесіне түседі да жаңағы режиссерлардың бәрі риза болады. Жақсылығың тіл осы ма? Несіне балам дейсің? Балағып бауырыңа тартудың орнына өгейлігіңді көрсеттім. Ол саған не көрсетіп отыр? Әйеліне не рахат көрсетті? Туған немереңдей сүйдің. Соны түсінді ме? Туғандай көрдім. Тек сен ғана жібімей қатып қалған. Құдай сол үшін ұл бермеді саған. Ja, болды. Болды. Тәмкең бір өзінің таныстарымен мені таныстырды. Енді мұнда ол. Мынау менің шалым деп сөйдеді. Құлақ балаздадым мен. Тәмкең шалың не деп сөйдеді? Шалымды кинода ойнадың ғой деп баяғы. Соның кейін баяғы, кейін шынында да менің бәйбішемді ойнады бір-ек кинода. Бәйбішем, кемпірім деймін баяғы. Ол кісі мен шалым дейді. Ол енді жұмыс бабым менен. Ұстап алған түлкім. Саған шек тігеміз, кигенсің жазылып кетесің. Ай, шалай. Маған картайғанда. Мұның керегі не? Одан да кеншеме әдемі ғылып тымақ тігіп берейін. Аман болайық бәйбіше. Балаға да саған да жетеді. Тігеміз. Сен одан да міне қаладан не әкелді десеш? Мынау саған шай. Көк шай. Ал мынау балаларға кәмпит. Мынау торай. Кенжем ішіне бұлай ақша салат. Жанымның саған айналайын. Екеуміз ақшаның астында қалатын болдық. Актриса ретінде бұл кісі мына кино мәселесінде 2 дубльден артық түскенін мен көргем жоқ. Өзім партнерім болып жұмыс істеді ғой. Сол екеуміз жаңағы мәз-майрам боламыз. Біне біз жұмысты осылай істейміз деп баяғы. Сонда 1 дубль, 2 дубль бұдан артық ол кісі істемейтін. Сол алаңға, кино түсіретін алаңға сондай дайындықпен келеді, жинақы. Енді кішкенде өзі жастың аты жас, жаңағы жүріс-тұрысты адамды кішкене баяулатады ғой. Жоқ, бұл кісі ондай жоқ. Жаңағы алаңға келгенде, съемка түсіретін алаңға келгенде бұл кісіге басқа бір күш пайда болады. Газеттің тілшісі келеді. Тамақ дайындап қойыңыз. Жарайды. Рахмет. Бәрлеріңізге тегіс құйылды ма? Мәке, сөз кезегі сізде. Кәні сөйлеңіз. Ал. Қымбатты достарым. Мұныңыз қалай, тіпті жөндеп отырмадыңыз да. Оғаш жоқ. Я, асығыс едім. Я. Жарас, қонақты шығарып салшы. Сау болыңыз, рахмет. Бұрын мұндай қатыгез, қайырымсыз емес едің. Күләшіме кетемін. Оның да бала шағасы бар. Ғалима, қызым. Уақытың болса базардан асқабаға кетпеш. Ту, мама. Бір аптадан кейін қорғайтынымды біле тұра жұмсайсыз. Сәулемісің? Мектепке неге бармадың? Мен енді түстен кейін оқиым.
Екіден бе? Иә. Келе ғой, жаным, келе ғой. Сәуле, сәлемат па? Мамың әкіп келді ме? Сәуле сідірді ме? Жей ғой. Ғалима, бері кел. Отырсын. Қазір мен шақырып келе қояйын. Шақыра қой. Енді ептеп араластырамыз. Сен ана бөлмеге барып пияз турай бер. Жарайды. Мұнда турасаң көзім шыдамайды. Жақсы. Енді бұл кісілердің тәжірибесі үлкен енді, тәжірибесі үлкен. Сондықтан мен бағана айттым ғой, жаңағы үлкен қазынаның құлпысының кілті бар деп. Сондықтан бұл кісілердің алатын нәрсе әлі көп. Бұл кісіден үйрене беру керек. Ну а что делать? Поворачиваюсь уходить. Она стой, кричит. Тут, понятно, я подошел. Помню, как сейчас, ей-богу. Ну и сразу так и так полюбил, мол, на всю жизнь мою. Это вы про Татьяну и Евгения Онегина рассказываете? В стихах надо, а так неинтересно. Ну что ты, скажи мне, понимаешь во взрослом разговоре? Еще и рассуждает. Поди-ка. Тәбкеге бір қызығы бар. Бір съемкада мен бір гримерші ма, жоқ бір костюмерші ма айтты, менің бетіме бір шөп па, бірдеме тұрып қапты. Соны кеп шұқылап алып жатқан. Тәбке кеп мені кішкентай жұдырығымен жотамнан күмп еткізерге. Жайса орыстың келіншегі анандай жаққа қашып кетті. Шошып кетті, не болып қалды деп. Сөйтсе, ты не трогай моего старика қой. Онысы анау актердің жаңағы дайындалып тұрған кезінде уақ түйекпенен жаңағы көңілін бөлмесін дегені. Ұлы актерлармен, ұлы жаңағы режиссерлармен жұмыс істеген актрисамыз, бұл кісіні ұлы актриса деуге болады. Балалар, алыңдар мұнан. Шыны ойыншық қой. Амансыз ба, апа? Амансың ба, балам? Жаңа жылыңызбен? Айтсын. Мына ойыншықтарыңызды сатасыз ба? Сатам, балам, сатам. Бұл баяғы шынылар ғой. Қазір ғана Қытайлардың үлбіреген шыныларынан әлді қайда артық, балам. Ала ғой, балам. Апа, қаншаға сатасыз? Қанша берсің, соншаға берем, балам. Ала ғой. Әдемі екен арасында. Өте әдемі. Әдемі екен. Иә, обал ғой. Ойыншық болғаннан кейін анау неге шыршаға іліну керек қой. Ала ғой, балам. Ұнаймаса? Әсет қалай, ұнай ма? Аламыз ба? Ой, ала. Апа, ендеше, мен мына сіздің ойыншықтарыңызды коробкасымен алам. Коробкасы ма? Иә. Ойшы, балам. Иә. Ой, қандай жақсы болды, балам. Томып қалып ем, үйге қайтайын менде. Қой, мына ақша. Жете ма? Аз емес па? Жоқ, мен ақша үшін отырған жоқ, балам. Рахмет. Жақсы, апа. Жаңа жылыңыз құтты болсын. Не болды, жаным? Төлеңгіттер келе жатыр. Не дейді? Исатай батыр. Құдай-ау, неге келді екен? Біз сені алып кетуге келдік. Исатай, төлеңгіттер. Ұрланған малды қайтаратын мезгіл жетті. Енді Орынборға губернатордың сотына барасың. Ағатай! Жарайды, Исатай батыр. Біз аттың басын кері бұрдық. Билер сотының шешіміне көнбегеніңді айтып барамыз. Сені күштеп әкетуге біздің де шама шарқымыз келмеді. Сотта кездескенше. Хош сау бол. Слышите, это где-то здесь снимается кино. Интересная, скажу, штука. Это кино. Вот мы сейчас с вами сидим у костра, нас, может быть, снимает кто-то. А?
Что смотришь, дай воды. Или что там у тебя? Глядит, как будто никогда не видел. Чтоб я еще согласился сниматься. Батыры войдите, батыры выйдите, батыры туда, батыры с пиками сюда, а без пик еще куда-то. И гоняют, делать им нечего. Енді тәмкеңді өнер саңлағы деген ол өз баяғыда айтылып қойған, өнер тарлан деп баяғыда өз бағасы алынған, бірақ енді тәмкеңнің ананың анасы екенін көп біле бермей жүр. Мұрат ағамыз о дүниелік болып кетті ғой ерте кетіп қалды, талантты адамдар еді. Сонда осы Тамара 3 баламен жалғыз өзі қалды. Сонда шиекте 3 бала жаңа, мына Есетжан, қазіргі бұл Есетжан деген сол кезде кішкентай ғана мектепте оқып жүрген бала, қазір енді білесіздер, үлкен егеменді елімізге үлкен өзінің жемісін көрсетіп жүрген азаматтың біреуі. Маржан деген қызымыз бар, Жанет деген қызымыз бар. Енді осы үшеуін айтады ғой, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай өсірген абзал ана. Мұндай аналар өмірде бар енді, әрине, жоқ демейміз, енді бұл ерекше. Мынау фотоға қарап, жастық шақ бәрі еске түсіп жатыр. Сол кезде біз жаспыз, 4-5-те аталарымыз сол елде тұра берді аштық жылдары. Әке шешеміз бізді сол әжеміз бен атамызға тастап, Павлодар қаласына Керекуге көшіп, сол жерде жұмыс істей бастады. Одан кейін атамызға жаңағы Совет үкіметі орнады. Сол кезде бізді жаңағы байдың тұқымдары деп қудалады. Қудалап бүкіл дүниемізді, малымызды, мүлкімізді түгел конфискалап алып кетті. Одан кейін жаңағы әкемізді түрмеге жапты, байдың баласы деп, бай деп. Бір әкеді, бір шешеден біз 2 ұл, 3 ұл, 3 қыз болдық. Соның ең біз Тамара кенжесі қудаланып Сібірге көшіп кеттік. Новосибірде тұрдық біздер. Онда Нұр деген ағайымыз ертеде гимназияны бітірген, орысша, басқа тілдерді де жақсы білетін. Сол Новосибирскийде край жаңағы бір енді министерствода жұмыс істеді. Сол кісіге бір үй берген екен. Сол үйге келіп жаңағы біз мынау 4 бала, Аман деген ағайымыз, Зүбайра деген апайымыз. Одан кейін жаңағы әкем бар, шешем бар, әжемді алғамыз. Біз екеуміз сол бір жерде тұрдық. Тұрғанда енді қиыншылықты өте көп көрдік біздер. Апам О кісі енді базарда сауыт істеді, жаңағы дрожжи ма, бірдемелерді сатты. Әкем жаңағы извозчик болды, бір орыстарға жалданып. Егер Нұр ағамыз болмаса, бізде баяғыда өліп қалатын едік. Одан кейін мына Тамара деген өзінің аты емес мұның.
Тамара дегенді өзі әке шешесінің қойған аты. Әкеміз арабша жақсы оқыған адам, жаңағы бұрынғы қисса, жаңағы арабтардың мың бір түн дейді, сондайларды көп оқыған кісі. Сол балаларының аты сол көбінесе Құраннан, содан сол жақтың аттарымен аталған. Сол Мәһәрбану деген ат қойған. Оны апарып бұлар кейін орысшылап Тамара деп кетті. Тамараны жеңеше санап, кіп-кішкентай аппақ томпиған келіншекке жеңгемізді еркелетіп, Томпабай деп атап кеткенбіз. Тамара деген керемет мінезді адам. Сондай жақсы, адамға жақын, туғаныңдай. Тамараның балалары қандай, қыздары қандай жақсы. Тәмкеннің ананың анасы екенін көп біле бермей жүр. Бұл кісі әдемі қыз жібекпей қыздарын өсірді. Есетжан сияқты ұлдарын өсірді. Бұл тектінің тұқымдары екені осыдан көрін. Есетжан жаңағы ел басқарып, үлкен орындарда жұмыс істеп жүр әлде. Жаңағы қыздарының бәрі орында бір шаңғырақтың иесі болып отыр. Соны бәріне Тәмкен бір қабағын шытқан жоқ. Айтатын әңгіме сол немерелерінің қылықтарын айтады, немерелерінің қызығын айтады. Она для нас была и мамой, и папой одновременно. И практически, если так вспоминать детство наше, то мы ее практически даже и не помним, можно сказать так. Потому что она утром уходила на работу, оставляла что-то там нам покушать. Вечером, днем она была обязательно тоже на работе. Вечером спектакль, а ночью это дубляж. Поэтому действительно вот ее пример, это и было, наверное, для нас воспитательный такой фактор. Что такое человеческий принцип? Вот, в ее понимании это прежде всего высокая порядочность к своему окружающему миру, к своим близким. И самое главное, что вот к тому ремеслу, которое когда-то она избрала, и она сделала первый шаг на эту сцену. Вот с этим она живет в этом замечательном мире творчества. Конечно, разные ситуации были, и тем не менее мама нашла в себе силы не то, что не обидеться, не озлобиться, а более того, она стала, по-моему, еще больше любить этот мир и тех людей, которые сегодня отдают свое творчество, свое сердце. И, конечно, все мы, близкие, дети, в особенности ее внуки, правнуки, сегодня говорим о том, что, наверное, Всевышний Аллах ей воздает все то, что она в этой жизни никогда не сошла с пути вот своих человеческих ценностей. Это прежде всего ее принципиальность, человеческая принципиальность. Это самое главное, постулат ее жизни. Наверное, это и есть ключ к пониманию того, почему она сегодня считает себя счастливым человеком.
Тамара 80-ге келу деген сөз, бұл жай ғана 80 жыл өтіп кеткен уақыт емес, өмірдің керемет, қиын өткелдерінен өткен, керемет, қайталанбас сахналық күні бейнелер жасаған. Бақытты ана, бақытты актриса. Мен енді Тамараға әлі де өмір сүре бер деймін. Туған 80 жылдығың құтты болсын, балаларыңның арасында мерейің үстем болсын. 80 деген денсаулығы бар адамға, бақыты бар адамға, осындай ұл мен қыз өсіріп отырған адамға бұл көп жас емес деп ойлаймын. Әлі де талай юбилейіңнің қызығын көр, талай юбилейің тойында болайық. Әлі де творчестволық табыс тілеймін. Сүйікті де сүйкімді анасың. Тамара Томпабай, мерейтойың құтты болсын. Аман есен жүре берсін арамызда. Дені сау болсын. Немерелердің қызығын көре берсін. Ал енді біз сол қалжыңдаған күйімізде ойынымыз жарасып, қалжыңымыз жарасып, аман есен қасында жүре берейік. Біріміз іні боп, біріміз қайны боп, бұл кісі бізге ұстаз боп жүре берсін. Той құтты болсын. Мен Тамара апай сіз үшін қуанамын. Осы балаларыңыздың бүкіл жеткізгенін көріп, немерелеріңізді көріп, шөберелеріңіз, шөпшектеріңіздің арасында қызықтарына тоймай жүре беріңіз дегім келеді. Біз сізді жақсы көреміз. Мұрат ағамыздың құлағын шулаттық, жатқан жері жайлы болсын. Қиын өмірі, қиын өнердегі жүріп өткен сүрлеулері о дүниеде жарық болғай, нұрлы болғай, нұры пейіште шалқығай. Ал бүгінгі көз түрі 80-ге келіп, өзінің мерейтойында, өзінің қосағының мерейтойында бірге қарсы алғалы отырған Тамара Қосыбаева апамызға ізгілік, бақыт, денсаулық тілеймін.